Әке отбасы тірегі. Қаратал ауданында әкелердің басын қосқан тағылымды шара өтті. Дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын әке токс, тәжірибе, тәрбие, тағылым кездесуінде отбасы құндылықтары мен әкенің бала тәрбиесіндегі рөлі кеңінен талқыланды. Ерекше форматта өткен жиын жайлы әріптесім Гаухар Серікқызы жалғастырсын. Кальпи ауылында өткен шараға ауданның белсенді әкелері қатысты. Кездесудің басты мақсаты әке мәртебесін арттыру, қоғамдағы рөлін күшейту, отбасы тәрбиесіндегі жауапкершілік, балаға үлгі болу, ұлттық салт-дәстүрді сақтау мәселелерде қозғалған. Жалпы форумға 80-ге жуық әке жиналып, көкейдегі сауалдарын қойып, ашық пікір алмасты. Қызықты сұрақ-жауап алаңы ұйымдастырылып, қатысушылар белсенділік танытты. Бұл шара негізгі әкелер одағына, әкелер тәрбиесіне, әкенің қоғамдағы рөліне байланысты өтіп жатырмыз. Тек қана бұл сұрақтар аясында емес, біз мектебімізде 2023 жылдан бастап бұл қолға алынған. Шара тек пікір таласпен шектелмеді. Әжелер ансамблі сахна төрінде халық әндерін орындап, мерекелік көңіл күйге ұласты. Әкелер қыздармен би билесе, балалар әннен шашу шашты. Мұндай форумдар аймағымызда бұған дейін де түрлі деңгейде ұйымдастырылып, әке мен бала арасындағы байланыстың нығаюына сеп болды. Отбасы құндылықтарын дәріптеді. Баланың өміріндегі ең бірінші мектептегі ата-анасы ғой, ұстаз болған. Яғни осы ұстаз ретінде, ата-ана ретінде баланың әрбір сөзі балаға тәрбие болу керек. Әрбір ісі тағылым болу керек. Осы жыл аралықта біз әкелер форумымен бірнеше облыстық көлемде шаралар ұйымдастырдық, тәжірибемізді тараттық. Әкелер форумы жиі өтіп тұрады. Әкелер кез келген шараға қатысып жатады. Әкелермен бірге түскен суреттері көрмеге қойылып, әкелермен бірге істеген еңбектері, сенбіліктері де бізде жарияланып жатады. Әке дегеніміз отбасының тірегі, ақылшысы, асыраушысы. Кез келген бала оны бағалай білу керек, көре білу керек, тани білу керек, және содан үйрене білу керек, үлгі алу керек. Ендеше әке тәрбиесі деген ешқашан қайталанбайды. Әлемнің 100 мектеп берген тәрбиесі әкенің тәрбиесіндей болмайды. Әке тәрбиесі солардың бәрінен де қымбат. Мұндай тағылымды бас қосу отбасының қоғамдағы рөлін арттырудағы маңызы зор. Көпшілік ұрпақ тәрбиесіндегі әке орнын айшықтаған форумның қажеттігін алға тартты. Ал ұйымдастырушылар тағылымды шара алдағы уақытта да дәстүрлі түрде жалғасады дейді. Гаухар Серікқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы.